Бұрынғы өткен заманда ешкінің 7 лағы болыпты. Біреуі қара, қалғандары ақ лақ екен. Орманға баруға жиналған ешкі лақтарын шақырып алып ақылын айтады. Балаларым, ешкімге есік ашпаңдар, орманда қасқыр жүр. Мен келгенде балаларым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді деп әндетемін. Осы кезде терезе сыртында тұрған қасқыр оның сөзін естіп қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан даусымен оның әнін айтады. Бірақ лақтар оның бөтен даус екенін біліп, есікті ашпай қояды. Қасқыр саудагерге барып, бор сатып алады. Бордың бір кесегін жегенде даусы аздап жіңішкерді. Осы дауыспен ән айтып еді, лақтар тағы алданбады. Қасқыр ұстаға барып, өзіне тамақ жасатып алды. Дауысы ешкінікі сияқты жіңішке болып шықты. Бірақ жаңа дауыстың да көмегі болмады. Лақтар аяғын көріп қойып ашпай қойды. Қасқыр жылдам наубайханашыға барып, аяғына себетін ұн сатып алды. Қасқыр есік алдына қайтып келді. Ақ аяғын лақтарға көрсете созып тұрып әнге бастады. Балаларым, лақтарым, аналарың келді, сүт әкелді, қорықпаңдар, есікті ашыңдар. 7 лақ сеніп есікті ашты. Қасқыр үйге кіріп келгенде лақтар жан жаққа қашып тығылып қалды. Қасқыр олардың бәрін де тауып жеп қойды. Тек біреуін ғана байқамай қалды. Ол сағаттың артына тығылған еді. Қарны тойған қасқыр ағаш көлеңкесіне жата кетіп ұйқыға кірісті. Ұзамай ешкі үйіне оралды. Есікті итерсе, есік ашық тұр. Ешкі үйге кіріп лақтарын шақырады. Аман қалған лақ алдына шығып, болған жайдың бәрін айтып береді. Ешкі мен лағы үйдің артына шығып қараса, қасқыр көгалда шалқасынан түсіп қорылдап жатыр екен. Ешкі мүйізімен қасқырдың қарнын жарып жібергенде 6 лақ шыға келді. Бәрі де аман есен. Ешкі мен лақтардың қуанышында шек болмады. Қасқыр оянбай тұрғанда, ешкі оның қарнын таспен толтырып қайта тігіп қояды. Шөлдеген қасқыр су ішпек болып құдыққа барады. Сол кезде ішіндегі ауыр тастар оны төмен тартып, қасқыр құдыққа құлады да батып кетеді.